өздерің түр келбеттеріңмен, әдемілігіңмен, сұлулығыңмен, тіпті бет-әлпетің сұлу болмаса да ішкі жан дүниеңмен дүниеге келген ең бірінші қыздарыммен амандасқым келіп тұр. Бақытты болыңдар, жандарым. Мекендеріңе жетіңдер, біздің жолымызды бесін. Одан қалды мына жерде аналар отыр екен, аналар бар. Аналар, ұстаздар, сіздерге де ортамызда менен үлкен бе, кіші ме білмеймін, апай отыр екен. Баршаңызға мына бүгінгі тақырыптың өзі негізі ауыр тақырып. Қыз баласының тәрбиесі қай заманда да мына осы 4 маман келіп отырмыз ғой. Әр қайсымыздың тақырыбымыз әр бөлек болғанмен, бірақ бәрінің жүйесі бір жерде. Қыз баланы қалай тәрбиелейміз? Неге атам қазақ қыз балаға 40 үйден тыю деп айтып кеткен? Қазіргі психологтар соны неге жоққа шығарып жатыр? Неге ана мен қыздың екеуінің сондай әлсіз жерін тауып алып, қыздарымызға басқа нұсқау, анаға басқа нұсқау беріп, шаңырақтың ішінде береке неге болмай жатыр? Мәселе осында. Көрдіңіздер ма? Сондықтан мына жерде аналарға айтарым, және қыздарға да мен үнемі айтамын, қыздар, сендер үйде бар болғаны 17 жыл ғана тұрасыңдар. Болды, 17 жылдан кейін мектеп бітіресіңдер, студент боласыңдар, сөйтіп жүріп тұрмысқа кетесіңдер, болды. Сен қайтып келіп үйде отырғанмен сен ол үйдің қызы болмайсың. Аналар осыны жақсылап түсіндіріңіздер. Бізде қазір аналарымыздың өзі кеше Ақселеу атамыздың сөзіне мен қатты қосылам. 10000% қосылам. Ақселеу атамыз кәдімгідей қайғырып тұрып, көзіне жас алып тұрып айтып жатыр. Қазіргі қазақтар дейді, сырты қазақ, іші орыс болып кетті дейді. Қызды жұлқынып үйге қайтып алып келіп, оны машинаға мінгізіп, оған шалбар кигізіп, кірпік салдырып, бірақ ана бөлмеде әке қандай күйде жатыр? Ол Құдайдан не сұрап жатыр? Өліп қалғысы келіп жатыр ма? Ауырып жатыр ма? Оған қандай не көмек керек? Міне, осыны түсінбейтін біз сондай халыққа айналып бара жатқаныма мен өкінемін дейді. Өйткені менімен қатарлас 70-ке келген ақсақалдардың әңгімесінен мен жылап сіздерге айтып жеткізіп тұрмын деп, мен бір сөзін өзгертпей Ақселеу атамыздың сөзін айтып беріп тұрмын.